Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге ағзаға өте пайдалы, дәруменге бай асқабақпен смузи көрсететін боламын. Бізге керегі шикі асқабақ. Жақсылап сыртын, дәнін барлығын тазалап аламыз және бір жуып аламыз. Енді осыны ұсақтап тураймыз. Турап дайындап аламыз. Және де кез келген жеміс бола береді. Алма болсын, киви болсын, банан болсын, яғни қандай жеміс бар, соны салсаңыз болады. Мен қазір банан саламын. Бананды дәл солай алып, турап саласыздар. Үстіне 250 мл су құямыз. Яғни қатты сұйық болмау керек, қоймалжың болса дәмі әдемі болады. Суды осылай көз мөлшермен құйсаңыздар болады. Мінекей мен құйдым, су осындай көлемде болды. Енді жақсылап айналдырамыз. Толық езіп, жақсылап араластырып аламыз. Себебі бізде асқабақ қатты, сол себепті толық езілу керек. Бұл сусынның ағзаға тигізетін пайдасы өте көп, яғни асқабақ бізде дәруменге бай көкөніс. Асқазан ішек жолдарына, яғни өтке, бауырға өте пайдасы көп. Иммунитетті өте жақсы көтереді. Балаларыңызға ішкізуді ұмытпаңыздар. Және де денсаулығына байланысты диетада жүрген жандар болса, міндетті түрде осылай жасап ішіңіздер. Және қалай ішеміз? Азанғы уақытта дайындап күні бойы ішеңіздер де болады, және кешкісін жатар алдында ішуге де болады. Мен банан салғаннан кейін міндетті түрде тауысатындай етіп жасаймын, себебі банан қарайтып жібереді. Ас болсын, ауырмаңыздар. Менің каналыма тіркеліп, ойларыңызбен бөлісіңіздер.